Қатты ластанған кір жуғыш машинаның резинасын қалай тазартсақ болады? Немен жусақ болады? Бірінші мына резинаға назар аударсақ, бұл жерде резинаның арасында мусор мен сулар ағып кетпей тұрып қалған, өйткені ағып кететін тесігі бітелген. Сонымен қатар мына резинаның астын ашып қарайтын болсақ, шошып кетуге болады. Бұл жерде лас кір заттардың барлығы осы резинаның астына жиналып, сынып қатып қалған. Ендігі немен тазалаймыз? Мен 1:1 пропорциясын пайдаланып, уксусты, яғни 1 шай қасық уксус, оған үйде өзім ыдыс жууға қолданып жүрген сұйықтықты пайдаландым. Одан 1 шай қасық қосып, екеуін жақсылап тұрып араластырып, сол ерітіндімен жудым. Бірақ бірден айта кетейін, бұл ерітінді маған жеткен жоқ, сондықтан 2 есе қылып жасасаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей губканы ерітіндіге малып, жақсылап тұрып көпіршітіп, резинаны барлық бөлігіне жағып шығамыз. Жақсылап тұрып, үйкелеп, ысқылап тұрып, резинаның арасына, үстіне, жанына, астын барлық жерін жақсылап тұрып жағып қоямыз да, одан кейін 20-30 минутқа қалдырамыз. Өйткені мұна сынып қалған кірдің жібуі үшін біраз уақыт керек болды. Мінекей мына жұмыс процесінен үзінді, әлі де тазалап жатырмын. Мына губканың көмегімен, бірақ толықтай кеткен жоқ. Ысқылап жатырмын, жуып жатырмын. Сондықтан мен енді кезекте қаттырақ ысқылау үшін тіс щеткасын пайдаландым. Тіс щеткасын көмегімен мына резинаның арасын, резинаның астын жақсылап тұрып, ысқылап тұрып щеткамен жуып шықтым. Сонымен нәтижесі. Мінекей одан кейін жақсылап тұрып, тряпканы қайта-қайта сулап, барлық ерітінді кеткенше жақсылап сүртіп шығамыз. Мінекей нәтижесі барлық жері тап-таза болды. Бағанағы су ағып кететін тесігі көрінбей тұр еді. Тесігіне дейін тазалап, жақсылап сүртіп қойдық. Осындай пайдалы видеоларды көргілеріңіз келсе, менің керегін ал каналыма жазылыңыздар. Бұл жерде тек қана үй шаруасына қатысты емес, басқа да керекті болып қалар деген ақпараттың бәрін салып отырамын. Рахмет, сау болыңыздар.